Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай Honda CR-V бар. 2003 жылғы 2.4 автомат. Жағдайы жақсы көліктің. Қазақстанға дейін, Ақтау қаласына дейін баратын бағасы 3,5 миллион. Осындай көліктерге тапсырыс бергілеріңіз келсе, WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Hyundai Sonata 2018 жылғы 2.4 объем 32 000 миль. Жағдай жақсы. Транзит нөмірде Қазақстанға дейін бағасы 6 миллион теңге. Ассалаумағалейкум жігіттер, қайырлы күн. Осындай Camry бар, елулік 2012 жылғы. Бесключевой доступ, люкпен, пуш-стартпен, SE комплектация. Удар алдынан болған, қазіргі жағдайы жақсы көліктің. Қазақстанға дейін транзит нөмірмен бағасы 4 миллион 400 мың теңге. Ал осы көлік қызықтаса хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Hyundai i30 2012 жылғы объем 1.4, жағдай өте керемет. Заводской подпискасымен жағдай өте жақсы. Так, Ақтауға дейін бағасы 4 миллион 200 мың теңге. Хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум достар. Так, Toyota Alphard 2015 жылғы 3.5 объем 130 мың пробегпен. Свежий алсам бақмаса, олардың чөптілерді. Кожаный салон, капитанское сиденье. Так, пуш-старт. Көлік жағдайында идеально. Қазақстанға армияның учетпен 9 миллион 800 мыңға барады. Багаж, екі есік бар, электро. Кімді қызықтырады, жекеге шығыңыздар. Так, монитор. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін бізде Toyota Camry 2014 жылғы SE комплектация, объем 2.5, пробегі 100 000 миль. Соққы тек пассажирский крылодан болған. Жағдай өте жақсы. Қазақстанға дейін бағасы транзит нөмірде 5 миллион 50 мың теңге. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ал осындай Hyundai Sonata бар. 2016 жылғы 2 объем спорт комплектацияда. Қара салонмен 85 мың пробег. Көліктің жағдайы тамаша. Вин-кодында вандализм көрсетілген. Капот и бір крылосы крашеный көліктің. Қазіргі жағдай тамаша. Ешқандай вложение қажет етпейді. Осындай көлік керек болса, жоғарда сілтеме арқылы өтіп WhatsApp-қа жазыңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай Honda CR-V шығып жатыр. 2003 жылғы. Коробкасы механика, 2.4 объем, пробегі 170 мың миль. Жағдай көліктің жақсы. Салондар таза. Көліктің Ақтау қаласына дейін баратын бағасы 3 миллион 500 мың теңге. Грузин учетпен барады Ақтау қаласына дейін. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай Camry бар. 2.5 объем, SE комплектация, 2013 жылғы. Пробег 130 мың миль пробег. Удар алдынан болған. Рульдегі айырбаг ашылған. Потолоктағы шторка ашылған. Қазіргі жағдай жақсы көліктің. Толық тазалаудан өткен, химчистка жасалған салонына. Бағасы таза өзінің осы жақта сұрап тұрған бағасы $8500. Хабарласыңыздар, көлік керек болса. Қазақ учетке жеткізіп беруге болады, реэкспортпен транзиттік нөмірде. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай Toyota Corolla бар. 2020 жылдың 10 айы. LA комплектация, пробегі 24 мың миль. Қазақстанға дейін транзит нөмірмен баратын бағасы 8 миллион 500 мың теңге. Салондарын көрсетіп жіберейін.
Ал осындай көлік керек болса, сілтеме бойынша өтіп, WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай Toyota Sienna шығып жатыр. 2013 жылғы limited комплектация, полный привод. Көліктің жағдайы жақсы. Қазір астына VIN-кодын жазып кететін болам. VIN-кодынан қараңыздар. Так, датчик слепых зон, кожаный салон, так, руль дерева. Көліктің жағдайы жақсы. Қазіргі Қазақстанға дейін бағасы бәрін қазір астына жазатын болам. VIN-кодымен қосып, сол жерден қарасаңыздар болады. Ұнап жатырса, сілтеме арқылы өтіңіздер, толық ақпарат беретін боламыз. Ассалаумағалейкум жігіттер. Осындай тағы да Toyota Sienna бар. 2015 жылғы limited комплектация, яғни полный комплектация, полноприводный, толық жетекті. Так, 18-дік дискте рестайлинг, бұл яғни новый панель, новый салон, кожаный салон, датчик слепых зон, бесключевой доступ, пробеги 75 000 миль. Көліктің жағдайы тамаша. Қазақ тіркеуіне қоюға толықтай мүмкіндік бар бұл көлікті. Осындай көлік қызықтыратын болса, сілтеме арқылы өтіңіздер, толық ақпарат береміз. Қазақ тіркеуіне қалай қоясыз, қандай расходыңыз кетеді, бәрін есептеп толық айтып бере аламыз. 2007 жылғы Alphard, ішкі объем, передний привод, 104 000 пробегпен. Көлік жақсы. Машина химчистка берет. 104 000 пробегпен, 2 логымен. Қазақстанға баратын бағасы 5 миллион 300 мың теңге бар. Қызықтырады, жеке кешеңіздер, хабарласыңыздар. Toyota Alphard 2006 жылғы, 3-тік объем, передний привод. Зимний покрышкамен, дискмен, бесключевой доступ. 2 есек. Багаж электро, 127 000 пробегпен. Диван. Так, Қазақстанға баратын бағасы 5 миллион 300 мың теңгеге барады. Кімді қызықтырады, жеке келсеңіздер, хабарласыңыздар. Екі мың жетінші жылғы 2-4 объем. Адалпызы 4 миллион 600 мың теңге береді. 2 есік. Так, багаж электро. Кімді қызықтырады, Alphard, жеке есігіңіздер, хабарласыңыздар. Қазақстанға жеткізіп береміз. 2007 жылғы 3-тік объем, передний привод. Бесключевой доступ. 103 000 пробегпен. Видео. Ассалаумағалейкум жігіттер. Сұлтан бауырымыздың тапсырысы бойынша Sienna автокөлігін таптық. Машина көңілімізден шықты. Сұлтан бауырымыздың көңілінде шықты. Машина жағдай өте керемет. Сұлтан бауырым бізге тапсырыс бергенге Алла разы болсын.
Енді Алла қаласа Атырау қаласына дейін машинаңды аман-есен жеткізіп береміз. Сені білдіргенге көп рахмет.